Қазақстанда екі жұмыс істегенде тыйым салынады дейді, екі жұмыс істеуге болмайды дейді, сондай заң шығарып жатыр. Бля, заебалсыңдар бар ғой, бля, нахуй, действительно заебалсыңдар, нахуй. Күнде бір нәрсе шығарасыңдар ғой, күнде, бля, бір нәрсе жақсы жаңалық естімейсің ғой Қазақстанда. Бля, адам, нахуй, екі жұмыс еріккеннен істей ма, айтшы, нахуй, қарапайым халықна. Ақша жетпегеннен істейді ғой, айлық 150 мың, 200 мың, бля, қайда жеткізеді, қай көт тесігіне жеткізеді, приходится подрабатывать все выходнойда. Еріккеннен істейді, жатпай ма айтса, аяғын асып қойып демалыста ақша жетсен. Бля, нахуй, мен өзім 2 жұмыс істеймін, мына жерде 250 мың аламын, барып охранаға барамын, 120 мың теңге аламын сол жерден, өз выходнойымда жұмыс істеймін. Екі жерден подоходный налог төлеп отыр. Бля, сендерге басқа не жетпейді, не керек сендерге, айтшы. Бля, күнде, нахуй, бір нәрсе қарапайым халық қысып атсыңдар. Бір күні жарылады ғой. Қарапайым халық, ашынған халық бір күні ашынады. Бля, нахуй, зәулім үйлерің, лан крузлерің бүкіл кетеді ғой. Тапқан, ұрлағансың ба, ұрламағансың ба, өзде қарамайды, адал еңбекпен еттің ба, бүкілін тонайды қарапайым халық. Соған жеткізіп атсыңдар, жетесіңдер, түбіне жетесіңдер, көресің.